дәстүрі. Ұлттық сусынымыздың құрамында адамның ағзасына пайдалы дәрумендер бар екенін ата-бабаларымыз кейінгі ұрпаққа дейін жеткізіп кетті. Мен көйлек алдым. Көйлегің қандай әдемі. Рахмет. Мен де көйлек алдым. Көйлегің әдемі екен. Рахмет. Қыздар, көйлектерің қандай әдемі. Құтты болсын, біз сендерге байғазы берейік. Байғазы қазақ дәстүріндегі үлкенге кішіге балаға беретін сыйлық. Мен қалаға барып келдім. Сендерге базарлық әкелдім. Базарлық алыс сапарға, саяхатқа шыққан адамдардың туыстарына, көрші қолдандарына, жас балаларға алып келген ірілі ұсақты сыйлықтар. Наурыз келді, көктем келді, ағайын, жадырайды, жаңғырады маңайым, назды, сазды науан наурыз армысың, саған біткен бармысың? Наурыз көже. Осыны ұлы күні жасалатын қасиетті ас. Оған тары, арпа, бидай, бұршақ, күріш сияқты қосылады. Түркі халықтарының ұғымында 7 саны қасиетті саналғандықтан наурыз көже 7 түрлі дәм қосылады. Ал балам, саған ас атайын. Ас ату дәстүрлі астаған әдетінде зор үлкен адамның жасы кісілерге табақтағы еттің сыбағалы мүшесінен дәм тарту арқылы өзінің ілтипатын білдіретін рәсім. Ал енді бата берейін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң да жол болсын. Ұлыс бақты болсын, 4 түлік ақты болсын, бәле жала жерге өнсін, наурыз құтты болсын. Әумин.